Қасқыр мен кісі. Бір қасқыр тамақ іздеп келе жатып, құрулы тұрған қақпанға түсіп қалады. Ол жұлқынып, бұлай жұлқынып, зорға құтылады. Қашып бара жатқан қасқырды аңшылар көріп, артынан қуа жөнеледі. Қасқыр сасқалақтап бір егіншіге келіп, жайын айтып, «Қайтсең де мені жасыр, ұмытпаспын жақсылығыңды, мені қабыңа салып арқалап жүре бер» дейді. Қасқыр жылап тұрған соң егінші адам қабына салып алып, арқасын арқалап жүре береді. Кешікпей аңшылар мылтық қылышын жарқылдатып келіп, кісіден сұрайды. «Қашып бара жатқан қасқыр көрмедің бе?» деп. Кісі: «Жаңа бір қасқыр анау шоққыдан қашып өтті, тезірек ұмтылыңдар» дейді. Аңшылар асып кеткеннен кейін егінші қаптың аузын шешіп, «Қасқырға жөніңе бар, маған да бір жақсылық етерсің» дейді. Қасқыр қуанып секіріп шығып, егіншіге: «Мен сені жеймін, қарным ашты» деп тап береді. Егінші байғұс сасқалақтап: «Әй қасқыр, бұның қалай? Мен сені өлімнен құтқарып алып қалып едім, жақсылыққа жамандық еттің бе? Олай болса төрелейік, қайсымыздікі жөн екен» дейді. Екеуі келісіп тұрғанда қаңғырып бір жағынан түлкі келеді. Бұлар түлкіге оқиғаны басынан аяғына айтып шығады. Түлкі: «Жоқ сөзді айтпаңдар, мен басқа біреу естісе күледі. Дорбаға үлкен қасқыр қалай сияды? Сенбеймін, барып тұрған өтірік» дейді. Қасқыр: «Мен бұл кісі рас айтады» деп тұрғанда түлкі қасқырға: «Қапқа кірмей сенбеймін» дейді. Қасқыр сендірмекші боп қапқа кіргенде, түлкі егіншіге: «Байла қаптың аузын, енді қимылдайтын кезде келді, қане мен көрейін, күзгі күні егіннің қалай соғып жүрсің» дейді. Егінші құралын алып қасқырды ұра бастайды. Түлкі: «Енді қаптың аузын аш» дейді. Қасекең алды-артына қарамастан шыға жөнеледі. Артынан түлкі көптен бері істеген бір әділ төремет деп сақ-сақ күліпті. Сөйтіп егінші байғұс түлкінің айласымен ажалдан құтылыпты.